Сонымен біз Агра қаласында кәдімгі чай іздеуге кеттік. Ешқандай қоспасыз кәдімгі чай. Көбінесе қоспамен береді деді. Мен ағаларға айттым, маған кәдімгі чай қажет дедім. Сонымен қазір біз Агра қаласында кәдімгі индийский үнді шайын іздеуге кеттік. Көп супермаркеттер 12-ге дейін жабылып қалады екен. Сондықтан да менің досым қазір бір жерді білемін деді, сол жерде шайын көрсек болады дедік. Кофе ұсынды, кофе бірақ кофе ішкім келмей тұр. Кәдімгі чайды, ыстық шай ішкім келді. Мен алдында ангина болған, соны емдегім келіп жатқан. Бізге қазір осындай чай демдеп береді. How much cost? 10 rupees. कल घूमेगा ताजमहल. Енді мынандай жерде шай ішу гигиена бойынша қандай дұрыс екенін білмеймін, бірақ өзім қазір шай ішкім келіп отыр. Күнделікті спеси ішкеннен кейін адам ағзасы кәдімгі бір ыстық нәрсені қалайды екен. How cold is tea? Just tea or how cold? Tea, only tea. Only tea, yeah. You like this? Thank you, bro. And the biscuit. Çayımızı da aldık. Göreyim. What? Oh, it's good. India'dan o çay izleyip geldik bana. Karapayım çay. Biz ne içiyor? Oh. Күні бойы ащы шай беріп, осыны кәдімгі чайды іздейді екенсің. Ағза осыны қалай. О, мана, досым мана. Бакке. Ол да шаршады. Чай іше берді. Чай іздей берді. Come India. Индияға келдік бизнесін жүргізуге. So, tell me, how many rupee in months you can earn? Actually, it is that depend. Average. Average maybe average 40,000 rupees. 40,000? Yeah. Actually, this is average salary also in Kazakhstan. Also. But in Kazakhstan, more popular Yandex, Uber. In India, I think prepaid taxi is more popular. But when the season time, if I get everyday job, okay. But sometime there is no job. So sometime 10 days no job, 15 days no job. Yeah. It depend on the job. If every day I get a job, minimum I make 40,000 rupees. Кейде 10 күн жұмыс болмай қалады дейді, сонымен бүйтіп осылай былай шығарам дейді. Сезон туристерге байланысты дейді. Сондықтан да қазір it's now not tourism time, yes? Yeah, now no. Non-tourism. Slowly tourists increase. Yeah. Slowly tourists are increased because right now little bit hot. So like in August, September, November, December, January,
February, many tourists coming. Айтып айтқандай, қазір туристер өте аз, себебі күн ыстық. 2-3 айдан кейін туристер қаптайды дейді. Сондықтан да егер де сіздер сәйкесінше де сол уақытта бірақ бағалар ұшады. Егер сіз осы уақытта келсеңіз де болады, негізі ауа райында жаңбыр деген, бірақ қазір жаңбыр жоқ. Өте керемет погода. Келсеңіздер болады. Welcome to India. Welcome India, meet Lucky Naeem Khan from Agra, Taj Mahal.